Жүкті келіншек пол жуатын болса, толғақ келетіні рас па? Қыздар, жалпы толғақ келу үшін бірнеше фактор әйелдің ағзасына әсер ету керек. Біріншіден, ол плацента, яғни баланың орны. Әйелде толғақ басталу үшін плацента арнайы гормондарды бөле бастайды. Екіншіден, ол баланың дайындығы, яғни құрсақтағы бала дайын болған кезде ол да әйелдің ағзасында арнайы процестерді бастайды. Және де үшіншісі, ол әйелдің ағзасының дайындығы. Осы үш фактор үш жақтан дайын болған кезде әйелде толғақ басталады. Әрине, егер де сіздің ағзаңыз барлық осы үш факторды қамтамасыз етіп дайын болып тұрған болса, кез келген белсенділік сіздің толғағыңызды бастауы мүмкін. Бірақ ол міндетті түрде пол жуу емес. Мысалы, кейбір келіншектер мен ұзақ жүрген едім, немесе бір пол жуған едім деп байланыстырып жатады. Егер де сіздің ағзаңыз толғаққа дайын болмаса, сіз пол жуасыз ба, жумайсыз ба, ол сіздің толғағыңыздың басталуына алып келмейді. Егер разрывсыз жеңіл босанудың 5 тиімді техникасын білгіңіз келсе, осы көрсетілген WhatsApp номерге 11 санын жазып жіберіңіз.